жоғарғы оқу орындары өзінің миссиясын қайта қарау керек, өзінің міндетін қайта қарау керек, мақсатын қайта қарау керек, өзгеру керек. Себебі мына қазақша айтқанда күрделі, күрмеуі көп, болашағын болжау қиын, күнде өзгеріп отырған заман. Әлем тез өзгеруде. Сосын мынау жаңа технологиялық жаңалықтарменен мынау жаңа өзгерістер бұл біздің адамзаттың өмірінің барлық саласына бірден тез еніп кетті. Ол еніп қане қойған жоқ, ол білім саласының алдына өзінің сұрағын қойып отыр. Өзіне қажеттілігін қойып отыр. Міне сол қажеттілікті өтеуге білім саласы дайын ба деген мәселе. Сондықтан да жаңа мен айттым, мысалы, білім саласы мына жаңа технологиялардың темпіне, оның жылдамдығына ілесе алмай отыр. Міне біз сондықтан да жаңа айтып отыр ғой, жаңағы бұл территория смыслов деді. Неге олай деп отыр? Себебі қайта қарау керек, қайта ойлану керек деген дүние. Сондықтан да бұл проблема. Енді осы проблеманы шешу жоғарғы оқу орнының қолынан келе ме? Әрине келеді. Себебі жоғарғы оқу орнында жұмыс істейтін академиялық құрамның әлеуеті жоғары. Біріншіден ғалымдар жұмыс істеп жатқан. Ғалым болғаннан кейін бұл зерттеушілер жұмыс істеп жатқан. Зерттеуші жұмыс істеп жатқан, ол себебін түсінетін болса, ары қарата шешудің жолында айқындай алады. Міне сондықтан да жалпы мына университеттің басшылығы, университетте жұмыс істеп отырған педагогикалық профессорлық құрам осы мәселені түсіне отырып, өзінің бір жағына шығуы керек. Егер білім саласы жағынан келетін болсақ, бізге мұғалім керек. Бізге айтады, қандай мұғалімді айтсаңдар, соны дайындап берейік дейді. Біз айтамыз, қазір ешкім айта алмайды. Жалпы мұғалімнің профессиясы бұл көп, бірақ бұл дайындығы жеке дайындықты талап етеді. Неге? Себебі ол адаммен жұмыс істейді. Осындай жағдайда оқу процесін ұйымдастыра алатын адам қажет дейміз біз. Оқу процесін ұйымдастыру деген не? Жоспарлай алатын, өзінің практикасын зерделей алатын, өзінің практикасына өзгеріс енгізе алатын, мониторинг жүргізе алатын, мынау терең зерттеуге бара алатын, алдында отырған оқушыны түсіне алатын маман керек. Бұл бір жағынан болатын болса, екінші жағынан пәндік білімменен, методика технологиямен қосымша бұл адами қасиеттері қажет бізге. Оның ұстанымы жоғары болу керек. Мына ұстамы мықты ұстаздың оқушысы мықты болады дейді. Мына ұстамға байланысты біз шешім қабылдаймыз. Ұстамға байланысты біз белгілі бір нәрсені жасаймыз. Міне сондықтан да осы мәселе екінші мәдени деңгейі өте жоғары болу керек ұстаздардың. Себебі бұл не деген сөз? Бұл өз мәдениетін түсінесің, балалардың мәдениетін түсінесің, ата-ананың мәдениетін, әртүрлі мәдениетті балалардың игілігіне пайдалана алатындай жағдай жасауымыз керек. Мәдениетке байланысты бір-біріне қарсы қойып емес, соны бәрінің игілігіне, жақсылыққа пайдалана алатын дүние болу керек. Міне сондықтан да қазір мына ұстаздарға қойылатын талаптың үлкендігі мәселе осыда. Сондықтан біз айтамыз, ұстаз деген кім? Ұстаз шешім қабылдай алатын, сұраққа жауап таба алатын, өзінің жасаған ісіне жауап бере алатын азамат болу керек.